Қар, көктайғақ, минус 15 градус аяз. Демалыс күндерінде ауа райы болжамы жарияланды. Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы демалыс күндері Қазақстанда тұрақсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Айтын KZ. Қазгидромет РМК мәліметінше, республиканың батысы мен солтүстігінде қар жауып, қарлы боран байқалады. Атлантикалық циклон бірте-бірте солтүстік шығысқа, ал оның артына елдің оңтүстік батысынан антициклон жылжиды. Осылайша жауын-шашын біртіндеп тоқтайды. Ауа температурасы қысқа мерзімді төмендеуі мүмкін. Түнде солтүстік облыстарда 5-10 аязға дейін күн суытады, дейді синоптиктер. Атлантикадан басқа циклон батыстан жылжып келе жатқандықтан, антициклон Қазақстан аумағынан шығып кетеді. Соның салдарынан қайтадан тұрақсыз ауа райы болады. Жауын-шашын аязды жаңбыр түрінде болады және қар жауады. Жел, қарлы боран мен күшейіп, көктайғақ болуы мүмкін. Ал температура фонында күрт өзгерістер болмайды. Көбінесе жауын-шашынсыз ауа райы болжанатын оңтүстік өңірлерде күн жылы болады делінген хабарламада.